Қайырлы күн, құрметті көрермен. Ізгілік пен қайырымдылықты насихаттайтын Мейірім мұнарасы бағдарламасы. Бағдарламаның бүгінгі қонағы 4-ші Әміре Қашаубаев атындағы республикалық байқаудың лауреаты, Кентау қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші Абылайхан Оспанов. Саламатсыз. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет, үлкен шақырғандарыңызға рахмет. Елі беске рахмет. Өзіңіз мынау Қаратау тәж атанған Кентау қаласында, Қантағы деген жерде дүниеге келдіңіз. Осы өнерге деген махаббатыңыз, жалпы қадамыңыз осы бір Кентау қаласында, осы орта мектепте басталған деп ойлаймын өзім. Әрине. Кентау қаласында Қантағы деген жаңа өзіңіз айтып отырған ауыл бар. Егер қателеспесем, өзіңізде сол Ащы Сайдан деп естіп жатырмын. Сол Кентау қаласында сол саясат па, орысша қазақша араластырылып қойылған екі мектеп бар. Орыс мектебі Абайдың атында, қазақ мектебі Пушкиннің атында. Белгілі тұлға, мәдениеттің қаймағы деп айтуға болады. Белгілі сыншы Әлшербек Сығаев оқыған мектепті бітіргенмін. Болмасаңда ұқсаппақ бір жасыны көрсеңіз демекші де, кейбір кезде енді қазір сын айтатын жағдайларға да келіп қалдық па, жасымыз келді ма, сол өнерге де сын қойып айтып жүреміз. Және сол мектептерге екен Әлшербек Сығайдың көп жаңағы қырларымен таныс болып, сырларымен таныс болып, содан кішкене ілім, білім алып дегендей содай ұқсағымыз келіп, кейде өскен жандардың біріміз. Ал мектепте 2-ші класстан бастап, мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде қазақтың салт дәстүрі бойынша беташар ойнап, ауылда мектептің қабырғасында ән айтып, одан қалалық байқауларда ән айтып, өзіміздің мәдениет сарайларында, қазір Шымшалдай атында, ол кезде металлургтер мәдениет сарайы болады, қазір енді атын өзгертті. Одан облыстық пионерлер үйіне келіп, біздің қаламыздың атынан ән шырқап, сондай орындар алып жүлделі, сөйтіп талпынып өстім мен негізінде. Одан кейін музыка колледжіне келдім. Жалпы қысқаша өмірім. Одан мәдениет институты Әл-Фараби атындағы, ол жерде жаңағы Мақпал Жүнісова да, Батырхан Шөкенов те, Нағима Есқалиева, Ескендір Хасанғали, белгілі композиторлар тұлғалар оқыған мектеп негізінде қазір жабылып қалды. Қырғызстанда, Өзбекстанда барлық жерде бар, бірақ бізде жабылып тұр, сол жері кішкене қармашады. Өйткені Қазақстанда жалғыз мәдениет институты болатын. Сол институтта бірінші курста духовой эстрадный үрмелі аспаптарда оқыдым. 2-ші курстан бастап хоровой дирижерский бізде аспабымыз фортепиано. Жақсы. Жалпы елдің алдында үлкен құрметке, әнші, сазгер ретінде құрметке иесіз. Сазгер емеспін, бірақ әншімін. Бір кездерде Мәскеуде қызмет атқардыңыз. Сол Мәскеу халқы жалпы біздің қазақ өнеріне, қазақ мәдениетіне деген көзқарасы қалай? Енді қалай айтса ба, ой қазақ, қыр қазақ, бәрі қазақ деп жатамыз. Ердің кемі жоқ, елдің кемі жоқ дейміз. Ол Мәскеу қазақтары ол жаққа ілім іздеп, білім іздеп, жұмыс іздеп барған қазақтар. Көбісі концертке келуге қолдары тие бермейді. Өйткені бір Москва бүкіл Қазақстан деуге болады. Қазақстан халқы қазір 20 миллионға жетсе, ол бір Москва қаласының өзінде тұратын халық сондай деңгейдегі ел, мемлекет. Одан кейін барып, мен Мәскеуде продюсер Назым Надиров деген бар, Юлдыз Усманова, тағы басқа көптеген шығыстың біздің енді Қазда фольклорлық этнографиялық ансамбль соларды шетелге алып шыққан сондай продюсерлер болатын. Сол кісінің келісімімен мен концертін жасайтын болып Москваға солай жол тарттым. Сөйттім де көп жылдар бойы Москвада тұрдым. Одан кейін сол концерттерден көріп, диаспораның президенті Жәнібек Елекбаев деген азамат жұмысқа шақырды. Ол да маған үлкен көмек болды. Шындық айтқанда ат-тонды азаматтығын көрсетті. Сөйтіп Москвада қазақ өнерін насихаттаушы болып шыға келдім. Әрі диаспорада істеймін, мәдениет жөніндегі кеңесшімін. Қазақ тілі қауымдастығының төрағасы Абылайхан Тұрсынбаев деген азамат бар. Ол да Кентаудың азаматы негізінде. Байылдар деген жерден. Ол музыка мектебінің трубадан бітірген.
енді қазақ баласын трубаға бермейді ғой, оны бір сондай таңғалатын нәрсе трубаға берген. Сөйтіп училищені, музыка колледжін трубадан бітірген, институт культураны трубадан бітірген, мәдениет институтын. Одан кейін барып армияда трубада ойнаған, өмір бойы трубасымен бірге келе жатыр. Қазір сол трубасына 50 жыл болыпты бірге алып жүргеніне. Сол Мәскеу қазақтарына да, мейлі басқа ұлт өкілдерінің алдында да Ямахасын қосып қойып трубасын ойнап, енді қазақтың әндерін орысша да айта береді. Енді сөйтіп жандандырып, ол болып, мен болып, сіз болып, біз болып, бәріміз 90-ны жабылып, 90 батырмыз дегендей, егер бәріміз илегеніміз бір терінің пұшпағы дегендей, қазақтың өнері, қазақтың мәдениеті, қазақтың жаңағы ойын сауығын көрсетуге, салт дәстүрін насихаттауға тырыстық. Бірақ жаман болған жоқ. Жақсы болды, өте тамаша болды. Осы Мәскеуде қызмет етіп жүргеніңізде қазақтың аяулы қызы Тұрсынай Оразбаевамен рухани дос болдыңыз, әндерін орындадыңыз. Осы Тұрсынай Оразбаева әпкеміз туралы естелік айтып берсеңіз. Мысалы, қазір көпшілігі біледі, бұл нәзік сезім бе еді, бұл әлде махаббат па, Гүл сезім деген әнді. Осы өлең жазған кезде 16-17 жастағы қыз екен. Әне Ескендір Хасанғалиевтікі, сөзін жазған ақын Тұрсынай Оразбаева. Енді қыз бен жігіт махаббат ретінде айтып жатады, бірақ Тұрсынайдың өз аузынан естігенім, менің Хариза деген дос қызым бар, не деген көркем менің ешкімге ұқсатпадым деп, жаңа көркемдігін, мінезін, сондай жас шақтың өзінің бір сұлулығы бар ғой, сұлулығын, әсем көркем мінездерін бейнелегенді бұл өлеңде. Хариза қазір қалада 80-де алтындап қалды, апамыз тірі бар. Енді жоқ, Абылайхан олай емес деп, жаңағы Амангелді Бердалиев деген ағамыз бар, жақсы музыкант, өнердегі үлкен керемет кісі. Сол кісі замандастар болған, ол кісі айтады, олай емес, Абылайхан былай дейді. Бірақ менің Тұрсынайдың өзіне естігенім сол Харизаға арнаған бетті. Одан кейін мен музыкантпын, ән шығара алмаймын. Жаңа сіз композитор деп қалдыңыз, ол композитор емеспін, мен орындаушымын. Бірақ той жиындарда, кейбір сахналарда байқамай мені композитор хабарлап қалады. Мен үнемі жөндеп жатамын, мен композитор емеспін депті, өйткені өтірік атақты иеленгім келмейді. Сонда Тұрсынай Оразбаеваның музыкант емес, ол тек қана Қазақстан емес, бүкіл Орта Азияны қамтыды әдеби ақын жазушылар тарапынан. Сол себепті апамыздың сіңірген еңбегі көп. Ол кісі былайша жалпақ тілмен айтқанда Мұхтар Әуезовтің орнында отырды ғой. Сонда тұлғаның орнында отырды. Сол кісінің ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан миссиясын атқарды. Неге болады? Одан көптеген мәдени іс-шараларға өзінің үлесін қосып жатты. Мәскеуден Қазақ тілі деген газет шықты. Сол Орынбасар деген жігіт, оның редакторы болды, тілшілері өзіміз болдық. Әйтеуір шамамыз келгенше қазақ мектебін бітірдік қой, қазақшалап жазып көрейік деп, кішкене үтір тағы нүктелерін қоятын жерлерін дұрыс қоймасақ, соны редколлегия мүшесі болып апай жөндеп сөйтіп отырды. Ол кісінің сол жағынан сауаттылығы мықты болды. Жақсы өлеңдері бар. Ағатай қалың қалай, жан едің таппайтұғын нан доңай, бүгінде бауырларым қандай күн кешуде, жүрегім тым таппай дамылдамай деп келтіреді бір өлеңінде. Өйткені газ, свет, жылу жоқ кезде енді бауырларына ауылдағылар не істеп жатыр екен деген шумақтармен жазған өлеңдері болса керек. Ол кісімен көп біте қайнатып араластым. Тек қана дос емес, мен енді әлдеқайда ол кісінің кішімін, інісі болып жүрдім. Ол кісіге тірек болған анасындай болған өзінің туған әпкесі болды. Лиза деген апамыз. Қобызшы, филармонияда Шамшалдақ атындағы сол жерде филармонияда, одан кейін қобызшы істеп, одан кейін әжелер ансамблінде домбырамен апаларды сүйемелдеп, сондай әжелермен кездесіп, апалармен кездесіп, бірге пітеғаласып шайымызды ішіп, Тұрсынай Мәскеуден әр келген сайын ағайын туысқаны үшін, еліміз үшін, отанымыз үшін бір мереке болып қалатын. Телеарналарға шақыртып, осы әндерін орындап, өйткені қарапайым адамнан қарапайым ән шығады, қарапайым халыққа тез жетеді. Сосын Тұрсынайдың әндерінің структурасында біріншіден қарапайымдылық бар, екіншіден әуен бар.
Шәмші Қалдаяқовтың да әндері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан себебі сол әуеннің өте жеңіл, халықтың орындауына ыңғайлы, латтары әдемі әуен болған екен. Тіпті әкеміз де шешеміз де оны айтты. Біз де айтып жатырмыз, бізден кейінгі ұрпақта өскелең бәрі айтылып жүр. Неге? Өйткені ән керемет, әуенді әуезді. Сол сияқты Тұрсынайдың да жаңағы оралмадың сен, қазағым қайда жүрсе елді ойлаған деген сөзінде әнде өз жазады. Одан кейін наурыз салтанатын сен деген наурыз мерекесін жазғандары бар. Біздің бір қызығы Мәскеуде мұрагер атты есімді диаспораның жігіттерінің аттондылық азаматтылықтары футболдан жарыс болады жылда. Сонда барлық армияны бар, грузины бар, шешені бар, өзбегі бар, тәжігі бар, қырғызы бар. Бүкіл диаспоралардың ішінде біздің қазақтарымыз жылда бірінші орын алады, бас жүлде алады футболдан. Енді өзім денсаулығыма байланысты, денсаулық болғанда аяғымды сындырып алғам, тіземнен морт кеткен. Мен енді көп жүгіруді білмеймін, сонымен кішкене демеуші болып қиқулап отырамыз. Жаңағы алға жігіттерді домбырамызда, Әбусан Тұрсынбаев трубасымен ойнап, мен домбырамды ойнап сөйтіп сондай отырамыз. Сол Тұрсынай апай да барып жаңағы сондай қиқу салатынбыз. Сонда біз бір қуанып қалдық. Сондай ортадан апайымыз қалмайтын. Өте бір күлкілі жағдайда естелік бар. Оны енді уақытқа эфирге сыймай ма қайдам. Бір қысқартып айта салайын. Ол кісілер 23-ші этажда тұрды. Сол 23-ші этаждан лифтпен түседі. 17 остановка аялдама автобуспен келеді. 12 станция метромен келеді. Баррикадная деген станциядан шығады, 2 остановкадан жаяу жүріп жұмысына барады. Содан күндердің бір күнде сен шығыстың ханшайымысыз, сіз дастархан жайыңыз, сіздің қолыңыздан келеді деп, енді жазушылар үйінде тапсырма берген ол кісіге, жарайды деген. Сол қоғамға араласатын Қайдар деген ағамыз бар еді. Сол кісіге өтініш жасаған, ол кісі елдің қайғысында, қуанышында бәріне табылып тұратын кісі. Сол Тұрсынайлардың үйіне қона жатып, 80-ді алқымдаған кезі, Лиза апай да кішкене 75-тен асып қалған кезі болса керек. Сөйтіп тіл мен бауырсақ пісіріп, бәрін дайындап, жаңағы қызыл балықтарды барып, жазушылар үйіне барып, кешіп жатпайын үйінде кесіп дайындап қойған. Сол қызыл балықты ала кетті десе Тұрсынайға. Тұрсынай балық көтеріп жүре ма депті. Жарайды, өзім апарам депті әпкесі. Жарайды, әкетсем әкетейін деп бірақ қайттан әкететін болған. Сөйтіп Тұрсынай оны әкетіп қалған есінде жоқ әпкесінің. Сөйтіп 23-ші этаждан түседі, 17 остановка келеді. Одан 12 станция келіп баррикадына келген кезде әпкесі басын ұрады. Баста бас жоқ. Қалған бәрін Қайдар аға сіз апарасыз, мойнына қалған сеткі бар ма, басқа бар ма, сумка бар ма, 80-дегі шалды өзі үйіп төгіп қолына заттарды береді. Қызыл балық қалып кетті дейді. Ол қызыл балық негізінде Тұрсынай әкетіп қалған. Үйіне қайтадан 12 станция қайтып келеді, 17 аялдама үйіне келеді. 23-ші этажға шығайын десе, сол жерде жаңағы оңбаған жүгірмек жас балдар ана жерге шеге тығып тастаған лифт істемей қалыпты. 23-ші этажға жаяу шығады. Қандай қиын. Сөйтеді да үйде барса, қызыл балықтың сайтан да жоқ. Қайтадан ашуланып 23-шіден жаяу түседі. 17 остановка қайтадан арқайра айтады, 12 станция келеді. Ол жаңа біздің Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шахан сияқты Сергей Михалков деген орыстың атақты жазушы бар. Солар отырған жерінде ешкімді көрмей қалады. Жаңа Лиза апай келеді да Тұрсынайға бас салып айқайлайды, бар даусымен. Балықтап кеттім деп айтпайсың ба? Енді бәрі шошып қалдық. Қазір күліп отырмыз да, шошып кетті. Сосын Тұрсынай апайдан қайсынап қалды. Тихо, тихо деді. Тихоңа болайын сенің. Деп ашуланып апай еңіреп тұрып жылады. Мен енді өлікке барып жылай алмаймын. Одан кейін ер азаматтың жылағанын жақсы көрмеймін. Бірақ сезімге жылап қалатын бар. Мен де көзімде жас торлап қалып, сол көзімде бір сүрт жүргенде апай жыламаңыз, жыламаңыз деп сол су беріп жатырмын апайға. Суды ішіп алды. Маған десейші, мен балықты алып кетті деп айтып едім. Балық көтеріп жүремін бе деді.
Оның кейін жарайды алып кетсең алып кетейін деген айтқан, мен қайда білейін, мына флешкаға жазылмаған ғой, абылайхан флешкаға жазылмаған ғой дейді. Сонымен енді кейін екеуміз Саха Якутияға ұшып бара жаттық. Тұрсынай апай екеуміз самолет 6 сағат ұшады. Сонда ұшып кетіп бара жатқан кезде енді бір-біріміз самолетті нақтылап жібермейтін шығармыз. Тұрсын апайға туралығын айтайын дедім де, Тұрсын апай сіздікі дұрыс емес дедім. Өзі апай шпилкамен жүр, көктем шыққан. Ал әпкесі әлі етікпен жүрді. Енді кәріліктің несі. Апаңызды сонша сөйтіп салпылдатып қойғаныңызда дұрыс емес қой, 23-ші этажға шығу деген оңай ма дедім мысалы. Ол кемпір түгіл біздің өзіміз ентігіп қалдыңыз 5-ші этажға шықсақ. Сонда Тұрсын апайдың айтқаны ғой, 23 емес, 20 ғой деп. 2-ші этаж дегенде айтты да, өліп қалдым күлгенде самолетте. Бәрі мынаны қандай жыңғақ деп жатқан шығар. Қалай күлмейсің? Бір сол кезде бір күліп алған жерлеріміз болды. Одан кейін осы елге келген кезінде де жаңа той жасап, жаңа келін түсіріп, ағыл тегіл дастархан таң атпай тұрса дастарханға қарамайды дейді. Әпкесі де өзі де олар өте диетаны жақсы ұстайтын кісілер еді. Екеуі сүтке гречканы қайнатып алып жеп отыр дейді. Ойбай қаз тұр ғой қарды. Ол қазы қарды ешнәрсе қызықтырмаған оларды. Өздерінің диетасын, денсаулығын сақтап. Бірақ енді 67 жастап қойды ғой, Мәскеуде қайтыс болды. Мәскеу қазақтары бүкіл жаңа диаспораның президенті Жәнібек Елекбаев бастаған, одан кейін генерал Бақытжан Ертаев, одан кейін Абуслам Тұрсынбаев, Қазақ қоғамдастығының төрағасы, сондай Марат Аршабаев деген біздің орталық мешітте имани жігітіміз бар, сауатты имани кітапхананың директоры. Сосын Шымкенттен Нармахан Бегалиев деген Мархабат Байғұт ағаларымыз, Хабиби Сыңғыраева, осы жазушылар одағы әкімшілік, Мәскеуден елшілік, бәріміз 90-ымыз жабылып, Тоқтышқан батырымыз дегендей жабылып, ол кісіні елге алып кеп, туған жердің топырағына жерлеп азаматтық борышымызды атқардық. Шәмші атындағы филармонияның алдында қоштасу болды. Сөйтіп, Тұрсынай апайымыз кетті. Бірақ енді қазақтың жігітінен дос таба алмай, қызды болса мен саған мұң шағым деп Мұқағали жырлағандай, ол кісі сондай ерім, жерім деген әндер көп жазды. Соны біреуін орындап берейін? Берсеңіз. Сөзде әнде Тұрсынай Оразбаеванікі «Қазағым қайда жүрсе елді ойлар» деген. Жусаны жауқазыны жел қойнаған, халықпыз кең даланы енжайлаған. Тағдырдың жазуымен алыс кетіп, қазағым қайда жүрсе ел ойлаған. Дариғай, қазағым қайда жүрсе ел ойлаған. Жат елде сұлтан болып жан сабағым, бірлікте қалағаным алса дағы. Жүрегі ерім айлап қарсы айрылар, қашанда тажырып боп аңсағаны. Қашанда туған ел боп аңсағаны. Маңдайға туса дағы нендей заман, халықпыз өр мақсатқа бел байлаған. Жүрегі
ата жігіт болып аңсағаны дариға-ай қазағым қайда жүрсе елді ойлаған қазағым қайда жүрсе елді ойлаған қазағым қайда жүрсе елді ойлаған деймін. Рахмет. Әдемі естелік айттыңыз ақын Тұрсынай Оразбаева туралы. Жалпы өзіңіз әнші ретінде қазір Абай атамыз айтқан ғой, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар деп. Осы ессіз әндер көбейіп кетті ғой. Оны бүгінгі тек қана сіздердің хабардарыңыз емес, орталық теле радиоларда да көптеген бірінші арнада хабар, тағы басқа республикамыздың белгілі жаңағы бағдарламаларында айтып жүр. Оны тыңдарман құлағы жоқ. Өзіңіз айтпақшыдай, Абай бір мысалға айтқан екен, шіркін-ай дүниеге сен сияқты әнші келер ме екен деп. Әнші келеді-ау, бірақ тыңдарман құлақ болар ма екен деп. Сол ессіз әндер кейбір кезде құдалық, жиын, тойға алып келген кезде микрофонмен айтатын, жаңа аранжировкадан плюсовка, минусовка дегені болады ғой. Плюспен айтып кететіндерге жарайды. Соларды минуспен үйдің ортасында олар құдаларға, келген қонақтарға айта алмайды. Өйткені айтып жатырмын ғой, Шармиш Қалдаяқтың әндерінің өзінде на-на-на-на-на-на бірінші қатарды сөйтсе, екінші қатарды сол қайтадан на-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 на мынандай куплет менде қайырма да. Бірақ ауқымды деп айтып отырған кезде, ол өте жаңағы көкелеріміз дауысыңыз керемет екен ғой десем, жас кезімде консерваторияға барайын деп, әке-шешем жібермей деп консерваториядан бірақ шығады да. Ал сол өте мәнді мағыналы сөзде бұрын кеңес болатын, өткізетін, өткізбейтін. Қазір ондай кеңес жоқ. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деген. Кім радио ашады, кім телевидение ашады, сол өзінің ағайын туысқан жора жолдас, құда жекжатын шақырып, соларды өткізіп жатады. Оған сын айтатын, сын сүзілмей, мін сүзілмей дейді. Бір күн мен концертін залы Россияда өлең айтсам, 80-де алқымдаған 4 кемпір кеп тұр. Сіз бе жаңа өлең айтқан қазақ жігіті деп сөйтті. Мен деймін, дауысыз керемет екен деді, қуанып қалдым. Екінші кемпір тұрып айтты да, арасында мына музыка жаңағы проигрыш дейді, сол арасындағы әуендер ұзақ екен деп сөйтті. Сосын мен айттым, сол сәтте мен қазақ биінің элементін көрсетім керек болды дедім. Үшінші кемпір айтады, сіз билеген жоқсыз дейді. Енді бұларға не дейм айналайын деп тұрдым да, мен енді билеуге тырыстым, бірақ билей алмасам керек. Енді бұдан кейін биге қатысуға тырысам, билеп үйренемін деп сөйттім енді. Өйткені ол байтал шау бәйге алмас деген кемпірлермен айтыспай қалып, олар оқыған, көз ашық, көкірек ояу, консерватория, институт культура, музыканың колледж жоқ деген музыка мектебінде сабақ берген апалар ғой. 80-де алқымдаған. Сөйтіп мен енді биге қатысам, бұдан кейін би үйренем, билеп тұрып айтатын боламын дедім мен. 84-ші кемпір еді. Знаете, что я вам хочу? Я вам дейтін болса, ол еврейлердің диалектикасы негізінде. Я тыңдап тұрмын деп сөйтсем, сіз өте ақылды жігіт екенсіз деп төртеуі қалт етіп кетіп бара жатыр. Сонда сын сүзілмей, мін сүзілмей деген сын қабылдану керек. Қазіргі сынды айтсаң, енді ән былай тұрсын, әңгіме келетін болсақ, қазір 99-100% асабалар тойды жүргізіп жатқан кезде қазақтың есімдерін дұрыс айтпайды. Мені өз құлағым естіп қалғаны, мына Дина Төлепбергеноваға Нәсіпхан Камалова деген өте білімдар апай айтты, былай болмайды. Дина емес, Дина Нұрпейісова, Дана Мақатаева, сонда Дана Нұржігіт, Дана емес, Дана, Дара, Жеке деген сияқты, Сәлима, Нағима, Нағима Есқалиева, Сәбира Майханова деген сияқты. Сонда екпін соңғы дыбысы дауысқа қойылады. Қазір көп тойларда Сәбира, Нағима, Сәлима дейді. Бірәр
оқымаған, мысалы бүкіл Қазақстаннан халық әртістерін жеңіп шыққан, халық ақындарын жеңіп шыққан Тәушен Әбуованың бір әріп деген өлеңі бар. Сонда айтады, бір әріппен ән ұйқасы бұзылып, бір әріппен сөз ұйқасы бүлінген дейді. Апамыз айтып отыр. Сонда мысалы бір тойда мен жиендерім той жасады Қарағандыда, Төлебай Дариға. Дариға домбырамды берші маған деді Мұқағали Мақатаев. Әйтпесе Мақпал жүзін Дариға домбырамды берші маған. Сонда Дариға дейді да. Біреуі Тюздың актері, екінші Астана театрының актері. Өте жақсы жүргізді. Той біткеннен кейін мен айттым, компьютердің тәті жаңалықтарын қатты дегенде тойды жақсы жүргіздіңдер, бірақ Дариға емес, Дариға. Біз өйтіп айтқан жоқпыз. Ренжіп қалды, көңіліне келіп қалды да. Ол жақында келдім, Темірлановка деген жерде айттым, сіз микрофонмен айттым. Неғып аға микрофонмен айтып тұрсыз деп ренжіп тұрды маған. Микрофонмен айтпаса сендер мойындамайсыңдар деп жаңағы. Ол мойындатқызу емес мен деді. Сөз оған бәлеге жолады, жол оған қазына жолады деген. Ол сөз ол бәле қуу емес. Шынында білмеймін, қайт тәрбиелерімізді, ақпарат дұрыс емес па. Жаңа осы сіздерге телеарналарыңызға келетқанда да бір қыз жол көрсетіп жатыр. Атың кім десем, Дана. Дана емес, Дана. Онда менің атым Абылайхан деп жатырмын да. Абылайхан, Абылайхан. Соңғы дыбысы дауысқа екпін қойылады. Сондай. Сол себепті осы жаңа әуендерде сондай ғой. Сөзі келсе, әні келіспейді, әні келсе, сөзі келіспейді. Артасың арбалайды, берісі өзіледі. Сын айтсаң, ренжіп шыға келеді. Сондай. Осы сіздің күй өнеріне де бір күй тартып жүрген, жаңа күй орындап жүргендеріңізді көріп жүрміз. Ол енді Москвада 1,5-2 сағат концерт берем. Сондай концерт кезде енді мынау да жаңалық ашу. Сонда қазақтың классика әндері, қазақтың халық әндері, қазақтың әуесқой композиторлардың әндері және күйлерін тартамын. Және қазақтың домбырасы туралы таныстырамын. Оған көбінше орыстар және шетелдіктер келеді. Қазақ келмейді. Қазақ келмейді өкпелеуге болмайды. Ой қазақ, қыр қазақ, бәрі бір қазақ. Қазір Мәскеу қазақтарға келін түсіріп, беташар жасап, қыз ұзатып, құда шақырысып, сондай дәрежеге жетті. Сонымен Коле деп жүрген Керімбай, Оре деп жүрген Оразкөл, Соня деп жүрген Сақжамал, Ала деп жүргендер Алтынай, Варя деп жүргендер Бақтылы, сондай шыға келді. Оған енді қазақтандыру, мен ұлтшыл емеспін, бірақ ұлтымды жақсы көрем. Жаңа ұлт үшін қызмет жасауға тырысамыз. Сенде бір кірпіш дүниеге кетіңді ата барғанда Абай атамыз айтпақшы. Сонда Болат Абилин деген профессор ағамыз бар. Сол кісінің бір цитаты бар. В Москве жизнь до Абылайхана, после Абылайхана. Москва Абылайханға дейінгі Абылайхан және Абылайханнан кейінгі Абылайхан деп. Ол Абылайхан мен. Бірақ өзім Кентау қаласында, жаңа Қантақ ауылында қорасып өскен ауылдың баласымын. Қазақтың интеллигенцияның 80% ауылдың адамдары құрайды. Әкім де, ақын да, бұлбұл да, дүл де бәрі ауылдан шығады. Сол себепті көбінше ауыл туралы әндеріміз айтып жатамыз. Одан кейін мен көбінше қырғыз әуендеріне де кетіп қалам. Отызға жоқ қырғыздың ырдарын ырдаймын. Ұлы деп айтуға болады Шыңғыс Айтматовты. Сол Шыңғыс Айтматовтың 75 жасқа толған мерейтойын жүргізген мен сонда ән шырқағам. Сонда бір Меки Қадырұлы деген қытайлық ақын әні Шалғым Ақатай деген қытайлық композитор. Шалғым Ақатай қазір Астанада тұрады. Сені қырғыздың әуендерін орындап жүрсіз, дауысыңыз өте жақсы келеді. Бір әнімді орындайсыз деп берді. Енді ол Меки Қадырұлы айтпаса жаңағы Шалғым Ақатай үшін емес, мен өзім үшін орындаймын. Сөзі де әнді әдемі. Бүгінгі эфирге сыйлай жіберсек уақыт тауып, иә? Жақсы. Sağmış otu yürekte, vapıldan canı tırmığı, kırgızın azarmanda, göz almay karatınlarına, elini olsuz alanir, esini ay alganda. Ansarım aldı ansarım,
алмай қара таңдарға, әніме осы сала бер. Есіңе мені ай алғанда. Сар толы сенің жанарың, қиылып маған қарады, арманың мұңын арқалап, қия алмай кетіп барамын. Қырғыздың өзі арманда, көз алмай қара таңдарға, әніңе осы сала бер. Есіңе мен ай алғанда, қырғыздың өзі арманда, көз алмай қара таңдарға, әніме осы сала бер. Есіңе мен ай алғанда, әніме осы сала бер. Есіңе мен ай алғанда деген ән. Рахмет. Әсем әніңізбен халықтың жүрегінен орын ала беріңіз. Үлкен рахмет. Өзіңіз де шабыттана беріңіз. Жалпы іс-сапарды жақсы көресіз ғой, иә? Көп жерлерде 70% жолда, 90% тойда жүрем ғой. Негізінде жаңа қырғыздың арман дегенде, қырғыз ән деген Тұрсайдың бір әні бар. Сөзінде, әнде сол кісі жазған. Өйткені Асқар Ақаев президент болып тұрған кезде, осы Алматыға келген кезде, Алматы мен Астана деген өлеңін оқыған екен. Қай ақын қуанбайды бір елдің президенті сенің өлеңіңді оқып жатса. Содан шабыттанып шығарған әні бар. Ол да керемет ән негізінде. Bir келесі эфирде жалғастырамыз ғой деп ойлаймын. Мәскеуге жиі шақырып тұра ма сізді? Иә, шақырады, кейбір кезде бармай. Осы қазір шақырып кетті. Жаңа жылды бірге қарсылайық, жаңа жылды өлең айтайық, бірге отырайық деген достарымыз да былайша шақырады. Мен сендердің кішкене дрондарынан қорқып жатырмын деп айттым. Қорықпа дейді. Бәрі ажал келсе, ажал айла таптырмас деген сөздер айтып жатыр, бірақ сонда да тек жүрсең, тоқ жүресің дегенге сүйеніп отырып, елімде, өзім Шымкентімде, өз үйім өлең төсегімде жатырмын. Біздің мейірім мұнарасы бағдарламасына келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Жалпы осы мейірім деген ұғымға тоқталып өтіп, сонымен бірге мынау алда келе жатқан жаңа жылмен біздің көрерменімізді құттықтап өтсеңіз. Негізінде жақсының шапағат, жаманның кесапат деп жатады. Жақсы жандармен жүрсең, жақсылыққа жанасасың деп айтып жатады. Шариғаттың өзінде де, мысалы, сіз қайырымдылық жасасаңыз, айтып істесеңіз, ол қайырымдылығыңызда қауһар күші жоғалады дейді. Сол себепті істеген жақсылықтарыңызды айтпай істесеңіздер, мен тегінге, теңгеге, жетімге, жесірге барам тойға. Енді мен ұшқан құс жүрегінен іздегенім бәрі тамақ дейді. Мен де нәпақамды осы өнердің тауып отырғаннан кейін бай батшалардан сұраймын. Енді өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді ғой. Өнерін дұрыстап бағаласа екен деген ойда тұрамын. Барамда қарттар үйіне, одан кейін ардагерлер үйіне, мектепке, балабақшаға, түрмеге, музейге, тағы сондай жетіншісі бар, тағы бір жер. Кітапхана. Оларға мен тегін кездесулер, тегін концерттер ұйымдастырамын. Өзімде балабақшада істегенмін, 8 орыс, 10 қазақ группасында. Сол себепті өткен жолы енді бір қызды көріп қалдым. Балабақшаға кеткеніне 40 жыл болыпты. Мен танып, жаңа Мәскеуден қазақтар келген кезде сайрамдағы Сансызбап, отырада 30 болып қалып барын, отырада түнеу керек, Түркістаннан түнеу керек деген екен. Ол да менің кішкене қайырымдылығым, бірден қонақ келіп қалыпты деп кафе ресторанына ала жөнелмей, олар кафе қызы емес, олар көріп жүр ресторанның бәрін. Мынандай біздің әулиелі жерлерге зиярат жасатқызып, ар жағынан Кентауға еліме, жеріме, туған үйіме алып барын. Сөйтіп Мәскеулерден шығарып салдым. Ол кісілер өте қуанып кетті. Бұның бәрі қайырымдылық негізінде. Сондайға өздері де қуанып жатыр. Мен осындай іс-шараларды әйтеуір кәлимаға тілімізге келтіріп, Алламызды аузымыздан тастамасақ, бәрі де жақсы болады ғой деп ойлаймын енді. Ал жаңа жылға жерлестер, шымкенттіктер және әлем қазақтары, бауырластар, баршаңызды
келіп жеткен 2025 жыл жаңа жылыңызбен құттықтаймын келе жатқан. Және келбетті деп айтуға да болады. Дендеріңізге саулық, ниеттеріңізге Алла Тағала шипа берсін, үйлеріңізде қуаныш береке той болсын, елімізде тыныштық болсын. Ақыретке келген қазағымыз тек қана той томалақпен, бейбітшілікпен жеткізуге Алла нәсіп етсін. Жалпы әлемге тыныштық болсын, патшаға сабыр берсін. Менің нағашымның бір-екі саясаты бар, отанын жамандауға болмайды, патшаны жамандауға болмайды деп. Мен сол саясатты ұстанамын. Әйтпесе саясаткер емеспін. Дендеріңіз сау болсын, жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен Мейірім мұнарасы бағдарламасы аяқталды. Жанымыз сұлу болсын, әніміз әсем болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Аман сау болыңыздар.